13 елді мекеннен құралған Қоянды ауылдық округінде бүгінгі таңда әлеуметтік экономикалық ілгерілеу байқалады. Соңғы жылдары ауылдықтар жеке кәсіппен айналысуға бет бұрған. 2021 жылы мал шаруашылығын дамыту мен жеке ісін домалату үшін мемлекеттік бағдарлама көмегімен 14 шаруа қожалығына 11 миллионнан астам қаражат субсидия берілген. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 3 шағын несие рәсімделсе, тағы екеуі 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде мемлекеттік грантқа ие болған. Малды асылдандыру және шаруашылығын дамытуға 14 қожалықтар қатысты. Ол 1139 бас ірі қара мал, барлығы 11 миллион 500 теңгеден астам субсидия алды. Жұмыспен қамтудың жол картасы 20-20 және нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша 2021 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры акционерлік қоғамы арқылы шағын несиелеуге 3 қарыз алушы қатысты. Жеке кәсіпкер Нұра 10 бас жылқыға сомасы 4 миллион. Озерный шаруа қожалығы 25 бас асыл тұқымды ірі қара мал сатып алды, сомасы 10 миллион теңге. Ерсайын шаруа қожалығы ауыл шаруашылық техникасы сатып алды, сомасы 10 миллион теңге. Ауылдық округ әкімінің баяндамасынан соң ілес сұрақтарға кезек берілді. Жергілікті жұрт ауылдың ішкі жолдардың кедір-бұдыр келбеті мен интернет мәселесіне тоқталып өтті. Осы Қоянды ауылдың округында тұрғынмын, Гүлнұр Алидарқызы. Осы гарниктің внутрь поселковый жол қашан салынады деп, соны білейін дегенмін. 2025 жылға дейін ауыл елгесінде осы біздің Қоянды жол округінің нақты Қоянды ауылы кіріп отыр. Бүгінгі күні оған сметалық жол бәрі дайын, экономикалық бөлімі тапсырамыз. Республикалық бюджеттен бұны қаржат бөлініп, егер де қала басшылығы бәрі осы 25 жылға дейін бұл жоспарда бар. Бізде Қояндыда не жоқ, связь жоқ, слабый связь. Осы байланыс жөнінде Қоянды ауылындағы Теле2 ұялы байланыстың матчасы орнатылды. Мен осы жуырда кешелері сөйлестім бұл кісілермен. Олар айында бәрі тоқтары бәрі қосылды, матчасы құрылды. Тек қана настройщиктерді тосып отырмыз. Осы шамамен міне осы алдыңғы жұмада келіп қалған настройщиктер. Қоянды ауылдық округінің құрамына енетін Құрылысшы ауылының тұрғындары ауыл балаларының күнделікті жаттығып, доп ойнауына шағын футбол алаңшасын орнатуды өтінсе, қояндылықтар малға берілетін судың тапшылығын айтып налыды. Алайда ауыл әкімі бұл мәселенің шешімі жуық арада шешіледі деп сендірді. Бұны енді ауылдың енді белсенді азаматтармен мал тұратын, мал ұстайтын аулалармен малдың басына байланысты осы Қарағанды қаласының Бесқаба ауылында су құбырын осындай құдықтарды істеген, су қазған азаматтардың телефонын алдық. Алдын ала хабарластық. Сомасы 500 мың, 600 мыңға жаңағыдай скважина бізге мал сорғы қазып береді. Бұны біз өзіміз мына округ бол, ауыл бол азаматтармен жаңағы тұрғындарымен жеке жуырмада шешетін боламыз. Есепті кездесуде екі ауысыммен оқитын Қоянды ауылдық мектебінің мәселесі де көтерілді. Айтуларынша балалардың көптігіне байланысты жаңа әлеуметтік нысан қажет. Сонда оқушылар таңертеңгілікте оқып, түс ауа түрлі үйірмелерге қатыса алар еді дейді ата-аналар. Мектеп салына ма? Келешекте болсын. Мысалы балалар бізде екі ауысымда оқиды, я? Түстен кейін балалардың бос уақыты болу керек, үйірмеге бару керек, секцияға бару керек. Сол себепті түстен кейін балалар сондаймен ғана айналысса деген ойым бар. Негізі мектеп салына ма? Мен жауап берейін, сұрағыңызға рахмет. Жалпы Қоянды ауылында мектептің көлемі шынында да соншамалық Бесқабадағы сияқты жеткілікті болып тұрған жоқ. Дегенмен де екі ауыспалы оқу деген ол сол жоба бойынша белгіленген жүйе. Сондықтан дәл қазіргі уақытта біз мектептің мүмкіндігін көбейту мәселесін қарастырып отқан жоқ. Дегенмен де мына мектептің ішінде орналасқан мәдениет үйі, сондай тағы да мына шағын орталықтың да жағдайын дұрыстату мақсатында негізі қарастыруға болады жақын уақытта.
біз оны ақылдасып көріп қосымша сол мектептің жанынан тағы қосымша ғимарат салуға тура келетін шығар. Бірақ дәл қазір біз ол мәселені қарастырып отқан жоқпыз. Болашақта болады. Zoom платформасы арқылы онлайн өткен кездесу соңында құқық қорғау, тәртіп сақтау бағытындағы шаралармен Екібастұздың жергілікті полиция өкілі таныстырды. Ал жалпы Екібастұз өңірі бойынша былтырғы жылы жасалған жұмыстар мен биылға межеленген мақсат міндеттер турасында қала әкімі Ардақ Қаңтарбаев есептік баяндамасын ұсынды.